Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қарақаттан тосап дайындайтын боламыз. Қарақат витаминдер мен минералдарға өте бай жидек. Сонымен қатар балалар да үлкендер де сүйіп жейтін бірден бір тосап. Әсіресе қыстың күні тұмау кезінде де кез келген уақытта ашып жей беретін боласыздар. Ол үшін алдымен қарақатымызды жақсылап тазалап, сабақтары болса, ішіндегі мұсырлары болса, барлығын алып тастаймыз. Сумен жақсылап жуамыз. Таза болғанша бірнеше қайтарып, суын ауыстырып отырып жуып аламыз. 2 килограмм қарақатқа 2 келі қант қосамын. Және 1 стакан су, бұл стакан менде 300 мл стакан. 1 стакан су қосып, газдың астын орташа отқа қоямыз. Қантымыз ерігенше жанынан кетпей, үнемі араластырып отырамыз. Дәл осы рецептпен қарақатты мясорубкадан өткізіп жасауымызға да болады. Қантымыз еріді, енді осы тосабымыздың қайнағанын күтеміз. Тосабымыз қайнай бастады. Тағы да бір араластырып қойып, тосаптың толығымен қайнағанын күтетін боламыз. Тосабымыз толығымен қайнаған кезде көбіктер көтеріліп бастайды. Сол кезде көбіктерін шетінен алып отырамыз. Қарақаттың барлық дәрумендері сақталу үшін қарақатты мясорубкадан өткізіп, қантпен араластырып, мұздатқышта сақтауға болады. Немесе қарақаттың өзін бүтіндей мұздатқышта сақтасақ болады. Көбігін толығымен алып болғаннан кейін астын жай отқа қойып 5-10 минут қайнатып аламыз да газымызды өшіріп қоямыз. Тосабымыз толығымен суығанша бөлме температурасында қалдырамыз. Егер тосапты таңертең қайнатсаңыздар, кешке қайнатсаңыздар, таңға дейін қалдырып қоюға болады. Менің тосабым толығымен суыды, мен астын қайтадан отқа қойдым. Байқасаңыздар, тосабымыз қоюланып қалған. Тосабымызды қайнатып, қайнағаннан кейін бірден банкілерге басып алатын боламыз. Қарақаттың вареньесі ыстық кезінде сұйықтау болып көрінгенмен, суығаннан кейін желе тәрізді болып, қоп-қою болып қалады. Банкімді духовкада 150 градус температурада 5 минут ұстап алдым. Сіздер өзіңізге таныс кез келген әдіспен стерильдеп алсаңыз болады. Тосапты бұрандалы банкілерге жабатын боламын. Бұрандалы банкілердің крышкаларын 5 минут қайнатып аламыз. Тосабымыз қайнаған кезде, егер көбіктер шығатын болса, тағы да алып тастаймыз. Духовкада 150 градустан шыққан банкілеріміз қатты ыстық болады, сондықтан банкіміз сынып кетпес үшін, екеуінің температурасын сәл теңестіру үшін 5 минуттай банкімізді алып, сәл бойын суытып аламыз. Вареньеміздің астын өшіріп, банкілерге құйып бастаймыз. Варенье мен крышканың ортасында ауа қалмайтындай етіп, толтырып тұрып, вареньені құятын боламыз. Банкімізді стерильденген крышкамен жабамыз. Толығымен жабылғанына көзіміз жеткенше қаттылап бұраймыз. Дымқыл сүлгімен банкіміздің сыртына тамып кеткен жерлері болса, тазалап сүртіп аламыз. Осылайынша барлық банкілерімізді басып аламыз. Дайын болған вареньелерімізді суықтау қараңғы жерде погребте сақтаймыз. Дайын болған банкілерімізді төмен қаратып төңкеріп қоямыз. Банкілердің үстін қалыңдап жауып, суығанша қалдырамыз. Не біздің вареньеміз дайын. Бұл әсіресе қыста таптырмайтын, өте пайдалы, кез келген выпечкаға, пирогқа ерекше дәм беретін дәмді варенье. Сіз де дайындап көріңіз. Егер сіз білетін басқа әдістері бар болатын болса, комментарияға жазып бөлісе кетіңіз. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Сіздің пікіріңіз мен үшін маңызды.